Қайырлы күн, құрметті ата-аналар және ұстаздар. Бүгін біз сіздермен шынайы әңгімеге толы, жүрекке жақын, терең мағыналы отбасы бақыт мекен атты диалогтық алаңда бас қосудамыз. Қош келдіңіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Қош келдік. Мен Нұртазина Маржан Тілеуғазыевна. Нұртазина Азамат Фархатұлының 4-ші А сынып оқушысының мамасымын. Бүгін бастауышпен қоштасып жатқаннан кейін сынып жетекшінен өзіме де не болды? Тосын сый болды. Алғыс хат алып, құтты болсын. Кубок алып жатырмыз. Болсын. Рахмет. Қандай сезімдесіз? Үздік ата-ана комитеті 2025. Шоковое состояние. Рахмет. Еңбегімді бағалап жатқанына рахмет. Келесі айдарымыз сұрақ қойсам сізге. Бірге өткізген есте қалатын отбасы күндерін атай аласыз ба? Туған күндерде бірге боламыз. Үйде отырған кезде тырысам бірге сөйлесіп, неметуге. Бос уақытында бірге ана махаббатын білдіруге тырысасыз, күнделікті. Баламен сенімді қарым-қатынас орнату үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Баламен еркін сөйлесу керек. Өз тілінде, қазіргі заманауи сай соған. Бар тақырыпта сөйлесу керек. Өзім солай ойлаймын. Біздің айдарымызға қош келдіңіз, Жамал апа. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен Дәулетжан Әкежанның апасымын. Апасымын Жамал Нұртуғанқызы Сахарина. Осы Қалбатау ауылының тұрғынымын. 3 немеремді бағып өсіріп жатқан апамын. Балаларым бәрі өнерлі, ақылды, парасатты, әдемі, ақылына көркі сай балаларым. Ендеше Жамал апа, сұхбат айдарына кезек берсек, сізге бір сұрақ қойсам, жалпы отбасыңызда қандай дәстүрлерді ұстанасыз? Біз отбасымызда қазақ дәстүрлерін ұстанамыз, өзіміздің ата-бабамыздың үйретіп кеткен. Балаларымыз мектепте де, мысалы, балалармен бірге менде жас ата-аналармен қалмай, осы қазақтың ата-бабаларымыздың үйретіп кеткен салт дәстүрлерін бәрін үйретуге өзімше шамам келгенше көмектесемін. Жақсы, керемет. Келесі сұрақ, бала тәрбиесінде, немереңіз ғой, сізде қиындықтар болды ма тәрбиелеген кезде? Болды, басында қиындықтар болды. Тәрбиеге келген кезде де өзімше енді тәрбиелеп жатырмын деп ойлаймын. Бірақ қиыншылықтар болды кішкентай кездерінде. Әсіресе қазіргі мысалы программада көп бағдарламаларда көп өзгерістер бар жатыр ғой. Біздің кезіміздегі оқу менен қазіргі оқуда бағдарламалар өте жетілген, дамыған, соның бәрін игеріп кету маған өте қиынға соқты. Жарайсыз, Жамал апа. Осы ашық айдарымызға қош келдіңіз. Ринат Қанатұлы, өзіңізді ең алдымен таныстырып кетсеңіз. Мен 4-ші сыныптағы Әкежан Қанатов Әкежанның әкесімін. Ендеше ашық пікір алмасуға сізге 1-2 сұрақ қойсам, балаңызға қандай құндылықтарды үйретуге тырысасыз? Енді ол баланы футбол жақсы көреді. Мен футболмен айналысады, атқа мінеді, күреске барады. Неғұрлым сотқа ұстамаса болды ғой. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ, балаңыздың сабақ оқуына көмектесесіз бе? Әрине көмектесеміз. Екеуміз бірге қараймыз сабағын. Күнделігін бәрін қадағалап отырамыз. Балаңыздың үлгерімі қандай? Жақсы ма? Үлгерімі жақсы. Жақсы, керемет. Осы бақыт мекені ол жай ғана атау емес, ол барша жанұя армандайтын құндылықтардың бірлестігі болып табылады. Құрметті ата-аналар, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, ой бөлісіп, жүрек түкпіріндегі шынайы сөздерді естігендерімізге қуаныштымыз. Әр отбасы шағын мемлекет. Сол мемлекеттің тірегі сіздерсіздер. Келесі кездескенше амандықта болайық.